Мінекей, құрметті менің оқырмандарым, мен өткендегі сөмке, ерке шылқым сөмкесінен қалған тағы мынандай бір етноқұрақты тігіп алайын деп отырмын. Шай көрпешеге салғанға. Осы етноқұрақтың өлшеміне қарай тігісін туырлап алыңыздар. Және де мынаны осы ұқсап жаймен тіксеңіздер, түзу әдемі тігіледі. Бұл етноқұрақты бұрында да тігіп көрсеткен болатынмын. Мына күлгін түсті, астындағы күлгін түсті бүйілердің өлшемі 16-та 16. Соған мына етноқұрақты ортасына қойып тігіп атырмын. Құрақтың түрлерін білесіздер. Ши құрақ деп аталады, тырнақша құрақ деп аталады, садақ құрақ, жебе құрақ, амандасу құрағы, және де құдық құрақ деп, версиящий құрақ деп айтамыз. Балта құрағы деп айтылады. Солардың барлығы ол кәдімгі өздеріңіздің қалаған маталарыңыздан қырқып алып құрайсыздар. Ал етноқұрақ дегеніміз бұл былайша айтқанда қазақтың көнеден келе жатқан төлдің балалары, төл малдардың суретін, күннің, айдың сәуле шашып тұрғанын, таудың, табиғаттың сұлулығынан алынады бұлар. Бұны етноқұрақ деп айтамыз. Сол етноқұрақтармен кәдімгі қолдан құралған ши құрақтарды барлығын топтастырып та жасайды. Және бөлек-бөлек жасауға да болады. Құрақтың түрлері көп қой. Қазақи нақышта құрақтың түрлері көп. Соның енді осы жолымен сіздерге сол құрақтармен мына етно өрнектерді араластырып
бір шай көрпеше тікпекшімін. Енді ойлап қалуларыңыз мүмкін. Бір күні ою тігеді, бір күні мынандай етноқұрақ тігеді, оны не істейді деген оймен. Сол екеуін біріктіріп, шай көрпеше шығармақпын. Зигзаг тігістеріңізді мынау ненің өлшеміне қарай туралап алыңыздар. Оюдың үлкендігіне, кішілігіне, мынандай етноқұрақтың үлкендігіне, кішілігіне қарап өздеріңіз құрастырып алып тігуге болады. Мінекей мен тігіп болдым. Осының екеуін тігіп алдым. Және екі ою құрақ, мына арты мінекей бұл да әдемі шықты. Екі ою құрақ тігіп алдым. Және бір мынау ненің бүркіттің, құстың етіні өрнегі, оны да тігіп алдым. Енді осыларды және ши құрақтарға қосып бір шай көрпеше тіккім келіп отыр. Сұрақтарыңызды комментарийға жазып отырыңыздар.